Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. Жиындардың, яғни екі немесе одан да көп жиындарды біріктірейік және қиылыстырайық. Егер де бізге осындай екі жиын берілсе, олар біріктіру мүмкін, біріктіруімізге болады, немесе қиылыстыруымызға болады. Екі жиынның бірігуі деп, екі жиынның барлық элементтерінен құралған жаңа жиынды айтамыз. Яғни А жиында бізде 20-ға дейінгі жай сандарды жазын. Екі бізде жай сан. Және Б жиынында 20-ға дейінгі құрама сандардың жиыны. Енді осы екі жиынды біріктіретін болсақ, яғни осылай бірге саламыз, және А жиынында да Б жиынындағы элементтердің барлығын бірге жазамыз. Және белгілену осылай: А бірігеді Б-ға. А мен Б-ны біріктіріп тұрмыз деген сөз. Ал енді екі жиынның қиылысуы дегеніміз, екі жиынға ортақ болатын элементтерден құралған жаңа жиын айтамыз. Яғни бізде А жиынында мына жерде 20-ға дейінгі 3-ке бөлінетін сандар, ал Б жиынында 20-ға дейінгі 2-ге бөлінетін сандар, яғни жұп сандар. Ал енді осыларды қиылыстыруымыз үшін екеуіне де ортақ болатын элементтер табамыз. Екеуіне де ортақ бізде 6, 12, 18. 6, 12, 18. Яғни осы екі шеңберді қиылыстырып аламыз да, екеуінің қиылысқан жеріне ортақ элементтерін жазамыз. Мына жерде 3, 15, 9 деген тек А-ға ғана тиісті. Мына жерде 2, 4, 8, 10, 20, 14, 16 деген сандар, элементтер тек Б-ға ғана тиісті. Ал мына жердегі 6, 12, 18 деген сандар, элементтер, яғни ол екеуіне де тиісті болған соң, осылай екі шеңберді қиылыстырып қойдық. Және А мен Б-ның қиылысуы деп осындай белгімен белгілейміз. Бірігуі бізде жоғары қарап тұрады, қазан сияқты. Қиылысу бізде төмен қарап тұрады, төңкерілген қазан сияқты. Және бұндай белгілеуді біздер Эйлер-Вен диаграммасы деп айтамыз. Келесі. Енді бізге осындай жиындар берілсін. Осы жиындарды Эйлер-Вен диаграммасы арқылы кескіндеңдер. Яғни бағанағы екі шеңбер арқылы кескіндеуіміз керек. Бізде екі жиын бөлек-бөлек тұруы мүмкін, егер бізде екеуінің элементтері ортақ болмаса. Оларды біріктіруге болады, бірақ енді егер біріктіру керек болса, есептің белгілен айтады. Біріктіріңдер десе, бағанағыдай біріншісін естеміз. Ал бұл жерде жай ғана кескіндеңдер деп тұр. Яғни екеуі екі бірігіп жатуы мүмкін, екеуінің элементтері екі түрі болуы мүмкін. Немесе екеуі былай қиылысып тұруы мүмкін. Мына жерге бізге ортақ элементтерін жазамыз. Яғни екеуінде де элементтер бар болса, бірде элементтер бар болса, онда осылай жазамыз. Немесе бұлай ішінде тұруы мүмкін. Мына екінші жиынның барлық элементтер бірінші жиында да бар болса, ол ішкі жиын деп аталатын бізде. Осылай орналасуы мүмкін. Немесе төртінші жағдай, екеуінің элементтері бірде болсын. Мына бірінші элементіміз болсын, екінші элементімізде тура осындай болсын. Екеуі бірде элементтері бар. Енді осы төрттал жиынды, осы төртеуінің қайсысы екенін табуымыз керек. Олай болса, бірінші қарайық есепті. А жиында 1, 2, 3, 4, 5 деген элементтер бар. Ал Б жиында 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген элементтер бар. Бұл жақта қарасаңдар, 3, 4, 5 деген А жиында да бар, 3, 4, 5 деген Б жиында да бар, бірақ 1, 2 деген тек А-да ғана бар. Мына жерде 6, 7, 8 тек Б-да ғана бар. Яғни, біздер екі жиынымызды былай сызуымыз керек. Бізде ортақ элементтеріміз 3, 4, 5. Оны ортасына саламыз. Тек А-да ғана бар, ол 1 мен 2. Месені ортасына өтір нүктені қоймайық. 1 мен 2-ні осылай жазса болады. Және Б жиынында, мына бізде А жиыны ғой, мына бізде Б жиыны. Б жиынында 3, 4, 5 жазым, менде 6, 7, 8 қалды. Міне, демек екі жиынның Эйлер-Вен арқылы кескінделген түрі осындай болады. Ал енді екіншісіне қарайық. А жиынында 10, 15, 20, 25, 30, 35 дейтін 5-ке бөлінетін сандар, ал Б жиында 10, 20, 30 деген 10-ға бөлінетін сандар.
Ал енді қарасақ, Б жиынындағы 10, 20, 30 А жиынында да бар. Яғни, мына Б жиыны мынаның ішінде жатыр деген сөз. Сонда, А жиынымыз біздің үлкендеу болады, Б жиынымыз кішкентайлау болады, және ішінде жатады. Мынау бізде А жиыны, мынау Б жиыны. Б жиынында 10, 20, 30 бар. 10, 20, 30 бар. Ал А жиынында қалған 10, 20, 30 жазық қой. Қалған 15, 25, 35 қалды. 15, 25, 35 қалды. Сонда мынау А жиынның ішіне мыналар да кіріп тұр, бірақ біз оны бөлек қойдық та, Б жиыны деп бөлек алдық. Бірақ ол сонда да А жиынның ішіне кіріп тұр деген сөз. Ал енді үшінші есепті қарасақ, А жиынында 4, 8, 12, 16, 20 деген 20-ға дейінгі 4-ке бөлінетін сандар, ал Б жиынында 2, 4, 6, 8 деп 20-ға дейінгі 2-ке бөлінетін сандар. Бұл жерде бізде 4, 8, 12, 16, 20 деген 4, 8, 12, 16, 20, яғни А жиынның барлық элементтері Б-ға кіріп тұр. 4-те бар, 8-де бар, 12-де, 16-да, 20-да тұр. Демек, бұл жерде керісінше Б жиыны үлкен болады да, А жиыны оның ішіне кіріп кетеді. Сонда, мен бұлай үлкенірек қылып жазайын. Б жиынын, А жиынын осылай жазайын, сегу керек. Сонда, мынау бізде Б жиыны үлкен болып тұр, А жиыны кішкентай болып тұр. Екі жиынның дөңгелектерін сызған кезде қарайсыңдар. Б үлкен болып тұр ма, А үлкен болып тұр ма деген. Сонда Аның ішіне 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20. Ал қалған 2-ден бастап 2 бар, 4 кетті, 6 бар, 8 кетті, 10, 12-ні жаздық 14, 16-ны жаздық 18, осы қалыпты, 20-ны жаздық. Демек, Б жиынына мына сандар бар және мына сандар бар деген сөз. Ал енді келесі жиынды қарайық. 4-ші есепте. А жиында 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандар, Б жиында 10, 20, 30, 40, 50, 60 деген сандар. Яғни, А жиында басқа сандар, Б жиында басқа сандар. Екеуінде бірдей сандар жоқ. Яғни, екеуі 2 бөлік жату керек. Біз оларды бір қиылыстыра алмаймыз, ішіне жаза алмаймыз. Мынау демек А жиыны болады бізде. Ал мынау бізде Б жиыны болады. Екеуі қиылыспайды. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал мына жерде 10, 20, 30, 40, 50, 60. Бұл жерде бізде енді 2 тал жиынды ғана жаздық, ал негізінде жоғары сыныптарда 3 тал жиынды, 4 тал жиынды біріктіре берсек болады. Оны енді жоғары сыныпта өтесіңдер, қазірше сендер осы 2 жиынның ғана несін үйреніңдер, сызылуын, яғни Эйлер Вен диаграммасын. Қазірше бұл біздерге осы ғана.